серуендеуге шыққан болатынмын. Америкадағы ауылдағы өмірді көрсетейін деп. Бұл ауылдың аты Пойнт Робертс деп аталады. Шамамен 1000 шақтыдай адам тұрады ғой. Алдында көріп тұрған әсем көріністі көрсетіп жіберейін сіздерге. Бұлай алдымыздан Ванкувердің көрінісі шығады. Су, тау, орман, жасыл әдемі, осындай керемет жер. Мына жақта адамдар тастайын деп жатқан нәрселерін осылай қойып қояды, сыртқа шығарып, тегін және жұмыс жасайды дейді. Жұмыс жасамайтын нәрселерін қойып тастайтын адамдар да болады. Мына жақта осы үй болу керек, қойған әдемі судың көрінісі бар екен, күшті. Сол адамдар негізі қоқысқа артық нәрсені салмағы көп қоқыс тастасаң ақша алады да, мына жақта. Сен алмай кетеді деген сияқты бір сондай жақтары бар. Сондықтан адамдар шығарып қояды жиһаздарын, осындай сияқты заттарды. Мына жақта жолға, мұхитқа, теңізге жақын болғандықтан бізде цунами туралы жазып қояды осылай. Онда да сақтанудың жолдары. Цунамиге қауіпті жер, қашу үшін төбеге шық деген сияқты осындай жазуларды жазып қояды. Мына бір үйдің қасында әдемі несі бар. Диірмен дейміз ба, өтіріктен жасап қойған. Міне диірмен ба, желмен айналатын сияқты істеп қойған. Онда кішкентай безендіріп қойған нәрселер түрі не? Осындай. Мына жақта бамбуктар өсіп тұр. Қытайда ғана өседі деп ойлайды ғой адамдар. Азияда ғана өседі деп. Бірақ олай емес. Басқа жақта да өсіруге болады. Бұра бізде болатын, Қазақстанда болатын. Жарыққа ұқсап тұр. Мына жерде күшті американдық ескі машина тұр. Сосын американдық безендіру. Әйтеуір патриот екен. Осындай. Сосын адамдар пальмада өсіп қояды. Мынандай салқын жақта өсе алатын пальмалар болады. Алмалар өсіп тұр мына ағаштан. Көшені көрсетсем мынандай жағажайға бара жатырмыз. Мына бір үй сатылып жатыр. Сатылымға қойылған. Сосын біздегідей үй сатылады деп жазып қоймайды. Бұлай осылай шығарып қояды. Сосын риэлтор болса, риэлтордың суретін қояды деген сияқты. Осындай әдемі жасайды осындай нәрсені. Негізі бұл жерде тұратын адамдар әдемі безендіреді үйлерін. Мынаған мысалы теңіздің тақырыбындағы зәкір қойып қойған безендіру ретінде. Сосын барып, мына жақта қойманың стилінде жасалған поштаның жәшігі тұр. Сосын мына үйде шөптері әбден қырқылған, әдеміленген. Кішкене отыратын стол бар, тамақ ішіп отырады деген сияқты. Гүл қойып қойған іліп, осындай әдемі сүйкімді етіп жасап қояды. Бұл ауылда таңқурайлар көп өседі. Басында келген кезде жей беретінмін. Содан кейін бір қомағайланып жеген кезім болды. Піспегенін де жедім, піскенін де жедім. Піспегенін жесең ол ауыртады екен. Сен сөйтіп 2-3 күн ауырып жатқаным бар таңқурайдың. Өйтіп қомағайланып жеуге болмайды екен, ауырып қалады екенсің. Жағажай. Қандай керемет. Ауа райы тамаша болып тұр. Мына жақта тау. Басынан бастайық. Жағажай, су, тау, биік.
былай кетеміз. Мына жақта Ванкувер және оның қасындағы айналасындағы қоршаған қалалар, биік үйлер көрініп тұр. Осындай әдемі керемет көрініс. Мына жерде отырсаң, мысалы, арт жағымыз көтеріліп тұр да. Тау сияқты, сондай. Осындай қатты керемет емес, айтарлықтай. Бірақ бар 5-10 минут жүріп келсек болды. Су бар осындай жерде. Бұл суда мынандай өсетін шөптер көп. Сосын барып ағаштарды көп әкеп тастайды толқындар. Негізі Канададан келеді, ағаш тастайтын кемелер бар. Солардан құлап қалады дағыны. Осылай ақыр соңында жатады. Адамдар мына жақтарға өздерінің жүзетін қайық сияқты нәрселерін қойып қояды. Нақты атын білмей тұрмын. Осы балалар ойнайды сол ағаштармен үйшік жасап. Соның бірі үйшікті де қолданады екен, сосын шөпті де қолданады. Су таза. Мен осы жаққа келгелі түскен емеспін. Біріншіден жүзе алмаймын, екіншіден салқын келеді бұлар. Ұстап көрейін. Я салқын екен. Тастай, мұздай салқын емес енді. Бірақ салқындағы бар. Қыркүйек болды ғой енді. Салқын болмай не болады. Үйлер сондай әдемі. Сосын мына жақта көп канадалықтардың үйлері бар. Осылай туларды болып қояды. Сосын Англияның да туы тұр. Бір адамның сол жаққа байланысы бар сияқты ғой, мына үйдің. Ең жақсы көретін көшелерімнің бірі. Ал енді мына үйлер Канаданың үйлері. Мына беттегі, ал мына бет ақш жақ. Мынау бізде шекара. Былай бетіп жүріп өтсем, маған ешкім кедергі жасамайды әрине, бірақ соттап жібереді, тауып алып. Бір адам шекарадан өтіп кетті. Мына еркек ақштың жерінде жүрді да, Канадаға жүзіп кетті. Бірақ суында жүзуге болады, жеріне өтпесе деген сондай білу керек ережелері бар. Ал жеріне барса енді ұсталады деген ережесі бар.
өзінің. Міне тура осы жер шекара. Сызық деп елестетсек, мынадан асып кетуге болмайды. Мынаның ортасынан былай өтіп, мына жерге барсақ, ол заң бұзушылық болып кетеді. Уже. Мына күннен күшті көрініп тұрмын. Мына жерде шекара тағы да осылай бөліп қояды. Көшенің бойымен. Жолдың бойында былай кете бересің, осындайлар көп көресің. 5-6 тауы бар шығар енді. Негізі американдықтар бақшаларына күшті қарайды. Мына жасыл газон өсіріп қояды ғой. Соны уақытысында қырықпасаң, өсіп кетіп, быт-шыт шығып тұрған болса, ұсқынсыз болса, оларға ұят сияқты сезіледі. Сондықтан бұлар тез қырып тұрғанды жөн көреді. Әрине әркім әртүрлі ғой енді. Біреулер жай қырқады, біреулер тез қырқады деген сияқты. Біреулер салақ, біреулер таза деген сияқты. Бұл сондай нәрсеге жатып кеткенде сәл бұл жақта. Қырқып тұрсаң, үйіңе пысық, сондай адам ретінде көрсетуге болады деген сияқты ғой енді. Сондай адам ретінде көреді. Үйіне жақсы қарайтын адам сияқты болып қырқып қоюға тура келеді бұл жақта шөпті. Мыналар көшелер қиылысқан жер. Жаңа үйі жоқ жерлермен жүріп келіп едім ғой. Осылай көше қиылысса осылай болады. Үйінің ішінде гаражға кеме қойғанды білеміз ба Қазақстанда? Қазақстанда ондай нәрсе жоқ, бірақ мына жақта бар. Кемесі болса болды, міндетті түрде бай деген сөз емес. Кемеде енді машинамен бірдей болады екен. Отағасы ал бұл жақта айлықтары жақсы. Сондықтан кеме алады адамдар суға жүзгенге. Қараңғы түсе бастады бізде. Мына жақтарға қайттан келдім. Үйге қайтып бара жатырмын серуеннен кейін. Жалпы осы ауылдың кішкене көрінісі. Сосын тағы айтып өтетінім, бұл ауылда бір шағын мектеп бар, кішкене аурухана, одан кейін хат жіберетін біздегі Қазпошта сияқты 2 жер бар, одан кейін бір үлкен супермаркет бар, 3 жағажай бар, ормандар бар, жалпы сол. Келесі видеода көріскенше осымен видеоны аяқтайын. Көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сосын тағы да Америкадан не салайын? Қандай идеяларыңыз бар? Айтып өтіңіздер комментарийде.